Қайырлы күн, жеңіл және қарапайым ірімшік пен шұжық қосылған жұқа қамырда жасалынатын классикалық пиццаны 15 минутта дайындаймыз. Керек өнімдерді видеоның астында толық жазып кетсем, олардан 3 осындай пицца шығады. Оған бізге дайын қамыр керек. Для пиццы и пирогов деген сатып алсаңыз болады. Сыр, шұжық немесе тартылған ет, тауық қолдансаңыз болады. Майонез бен кетчуп. Әрине майонезді өзім жасадым. Төбеде ссылка қалдырып кетем. Сол бойынша үй жағдайында жасалатын майонезді көрсеңіз болады. Ең алдымен дайын қамырды біз 1 см, 1,5 см көлемінде жайып аламыз. Қамырды жайды, қақпақтың диаметрі 25 см, осымен дөңгелек ойып аламыз. Енді бұның алып, мынандай арнайы формаға саламыз. Енді соусын дайындаймыз. Оған майонезді өзіңізге керек көлемде алсаңыз болады. Және кетчупты бірге араластырамыз. Біздің соус дайын. Енді бұны қамырға жайып шығамыз біркелкі. Шұжықты өзіміздің ұнағаны бойынша тізіп шығамыз. Сырды сеппей тұрамыз. Пиццаны 250 градуста 5 минут пісіріп аламыз. Міне 5 минут пісірдік. 5 минутта біздің пиццаның қамыры осылай көтеріледі. Шұжығы қызарады. Енді бетіне ірімшікті себемін. Үгіштен өткізілген алдын ала дайындап қойғам. Енді қайтадан 5 минутқа 250 градуста пісіремін. Міне біздің пицца пісті. Ол осындай өте жұмсақ. Мен сіздерге қазір кесіп көрсетемін. Қамыры қытырлап тұр, өте жұмсақ. Пиццериядағы пиццадан кем емес. Таңғы асқа, түскі асқа, тісбасарға өте тез дайындалады. Сіз де осы рецепт бойынша жазып көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Тіркелуді ұмытпаңыз.